Біз туылғанымыздан бері денемізді таза сақлауға үйренгенбіз. Азанда бет қол жуамыз, тіс жуамыз. Яғни бұл біздердің денемізді таза сақлауымыз. Ал психологический гигиена дегеніміз не? Яғни психологический гигиена бұл миымыздағы, ойымыздағы күнделікті стресске түсіріп жүрген жағдайларды плюс тәрепке өзгерту. Сенің қандай жаман ойларың бар, барлығын туыры ойға алмастыр. Жаман ойыңды жақсы ойға алмастыр. Жаман жағдайыңды сол жағдайың шешіліп кеткен жағдайға алмастыр. Сенің шешілмей жатқан проблемаңды шешілгеніне алмастыр. Себебі қазір сенің жағдайың, проблемаң шешілмегеніменен уақыт өтіп, сол машқалаң бәрібір де шешіледі. Ешқандай мәселе бұл өмірде шешілмей қалмайды. Сол үшін шешілген жағдайды тасәуір қылып миыңызға келтірің. Аллахыма рахмет айтың. Күнде миыңызды жақсы заттармен азықландырсаңыз, күнде азанда осы психологический гигиенаны істесеңіз, өзіңіздің жолдарыңызды ашасыз, өміріңізде қандай бір затқа ерісуге әрекет етіп жатқан болсаңыз, тезірек ерісесіз. Сізде бәрібір де миыңызда таза ойлар, таза білімге, таза ақылға, таза ойға ие боласыз. Таза ойға ие болған сайын сізде жаңа басқыштағы өзгерістер пайда болып бастайды. Психологический гигиенаны әрдайым алып жүрген дұрыс.